Өңірде Наурыз мерекесі биыл Қобдадан басталды. Облыс әкімі су тасқыны кезінде зардап шеккен үй иелеріне тағда арнайы барып, қазығы қағылған аумақты көрді. Алдағы 2 айда мұнда 24 үй бой көтереді. Себебі кейбір адамның баспанасы бұзылып, кейбірінің үйі апатты деп танылған. Ералы Тоғжанов қиын сәтте мойымаған, жасымаған халыққа алғысын, ризашылығын білдірді. Олар байбалам салмай сабырлы болды. Су басып жатқанда бір адам бір айға эмоцияға берілген жоқ. Жалпы көктемге су тасқыны кезінде тұрғындардан 100-ге жуық арыз түскен. Үйдің құрылысы бойынша жалпы қазір 100 арыз түсті. Қобда ауданы бойынша үйге су кіру мәселесі бойынша, аулаларына су кіру бойынша 78 үйге су кірілді, 22 үйге ауласына су кірді деп. Сол бойынша қазір арнайы комиссия шығып қызмет жасап жатыр. Бүгінгі күнде қазір 24 үй құрылысын салу бойынша өтініш түсті. Қосымша қазір үйлердің барлығын толыққанды зерттеп болған жоқ. Мамандар қазір 13 үйдей судың астында тұр. Қазіргі таңда жергілікті құрылыс компаниялары үй салу міндетін өзара бөліп алған. Яғни әрбір компания 5 үй тұрғызады. Құрылыс жұмыстары ертеңнен басталмақ. Тұрғындар да бұл жаңалыққа дән риза. Олар қиын қыстау кезде жанынан табылған жанашырларға алғысын жеткізді. Осы ауылдың тұрғынымын, 20 жыл тұрып жатырмын. Енді мына жаңағы үйінде 18 жыл тұрам. Бұндай оқиғаға бірінші рет тап болдық. Енді бүкіл қабдасылай бірінші рет. Осындай болмаған енді сұмдық. Енді үйіміз кеше оценочный комиссия келіп кетті. Аварийным состояние деді. Ағай, үйге кірмеңіз, қауіпті деді. Енді тұрып жатырық. Жан жақтан жәрдем беріп жатыр. Моральный, духовный поддержка жасап жатыр. Сондай-ақ үй жайынан айырылып, қабырғасы қайысқан халықты қолдауға келген Шапкат Рахмонов та Қобда ауданының тұрғындарымен бірге екенін жеткізді. Наурыз құтты болсын бірінші. Бүгін үлкен Қазақстан үшін мейрам, Наурыз мейрамы еліміз. Енді осындай жағдай болып қалды, енді табиғат енді оны біз адамдар оны біле бермейміз ғой. Жер сілкінсе де, ондай тасқын болса да, Құдай қаласа оның бәрі жақсы болсын. Мұны біздің ағамыз бәрін жөндеп, бәрін істейді деп ойлаймыз. Енді біз тек қана қолдаймыз, қолымыздан келген көмегімізді береміз. ЮПС жауынгері өзі де бір қобдалыққа баспана салып беруге жәрдемдеспек. Одан әрі облыс әкімі аудан орталығында ұйымдастырылған мерекелік шараға қатысты. Аудан тұрғындарын Наурыз мейрамымен құттықтады. Бүкіл шығыс халқы, түрік дүниесі бүгін тойлап жатыр десем, артық емес қой деп ойлаймын. Ұлы мереке, жаңа жүргізушілеріміз айтып жатыр, күн мен түннің теңелген күні деп. Бүкіл жан жануардың төлдейтін кезі келді, жер ана бауырын босатып жатыр деп, көк дейтін кез келіп жатыр. Ашығын айтқанда үлкен жаңалыққа, жақсылыққа, молшылыққа бағытталған үлкен Наурыз той келіп отыр. Мен арнайы бүгін осы үлкен тойды Ақтөбе облысында Қобдалықтардан бастайын деп сіздердің алдарыңызға арнайы келіп отырмын. Өмір болғаннан кейін қиындығы болады. Енді сын деп айтсам да артық емес қой, бір Алланың жіберген бір сыңы, бірақ оның өзінде жақсылыққа балауымыз керек қой деп ойлаймыз. Табиғаттың осындай анда-санда болып тұратын мінезін халқымыз дұрыс қабылдайтынына ешқандай күмән жоқ. Мен қобдалықтарға ризамын. Осылайша тұрғындарға алғыс білдірген облыс әкімі оларды құрылыс жұмыстарына бірлесіп атсалысуға шақырды.